болып, самғап көгімде, ақ маңдайынан нұр төгіп өткен, мәңгілік қалған құрмет төрінде. Ән падишасы Роза. Қадірлі достарым, құрметтеріңізге үлкен рахмет. Менің байтақ отаным, ардақты менің Қазақстаным, менің халқым. Мен сіздерден садаға болайын. Мың қатты рахмет. Қадірменді көрермен, Қазақстанның халық әртісі, халық қаһарманы Роза Тәжібайқызы Бағланованың 100 жылдық мерейтойына арналған ән падишасы атты кешімізге қош келдіңіздер. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат жолдауында ұлт тарихына еңбек сіңірген тұлғалардың, қайраткерлердің өнегелі өмірлерін жас ұрпаққа насихаттау керектігін айтқан еді. Бүгінде 100 жылдық елімізде кең көлемде тойланып жатқан халқымыздың аяулы қызы Роза Бағланова ұлт мәдениетіне өлшеусіз еңбек сіңірген ұлы тұлғалардың бірі. Отаным, елім, жерім деп халқын әнмен тербеген қазақтың бұлбұл үнді қызы Роза апамыз қазақтың халық әндерін орындау арқылы елінің сүйікті ерке қызы атанып, бүгінде қазақ әндерінің ән падишасына айналды. Халық әні Еркемай. Сахнада Наргиза Сүлейменова. Сүйемелдейтін Орал сазы фольклорлық ансамблі. Жетекшісі Аслан Ғұмаров. Thank you.
Ашгалиева Наргиза Сүлейменова. Әбілахат Еспаевтың әні «Қызқу». Алдарыңызда Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Майра Хайдарова. Olsa, aynı
Аида Каптиева. Өзі былай дейді. Америка сахнасында 1927 жылы ән айттым. Кеңестер елінен келген әншілердің құрметіне дастархан жайылды. Мен қонақасы кешіне қазақтың ұлттық киімін киіп кіріп барғанымда, мені көре салып 100 шақты музыкант Ақ Самара городокты қиқылжыта тарта жөнелді. Оркестрге қосылып әнді орысша, ағылшынша, французша орындап шықтым. Американың зиялы қауымы таңырқап, айрықша ілтипат көрсетті деген болатын. Алдарыңызда Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі
Дарья Бахатова. Халық әні Сәулемай. Орындайтындар Майра Хайдарова, Дарья Бахатова, Наргиза Сүлейменова. Жақсы болса
кезек берсек. Әшір Молдағайымовтың әні аяулы арманындай асылмен. Сахнада Айдана Ашғалиева, концертмейстер Галина Андреева. Ильяс Есенберлиннің сөзіне жазылған Евгений Брусиловскийдің әні «Қыз арманы». Алдарыңызда Гүлназ Ғиниятова. Sarmaya
Шәмшір Қалдаяқовтың әні «Ақ маңдайлым». Орындайтын Ардақ Айғалиева. Талайды ойындатқан Роза Нәжібайқызы соғыс жылдарында окопта қан кешіп, жаумен күрескен жауынгерлерге әнімен жігер беріп, майдан даласында тобығынан су кешіп тұрып, ән салып, қаһармандық қайсарлығын таратты. Ендеше Роза Бағланованың майдан даласында шырқаған әндеріне кезек берейік. Мұқан Төлебаевтың әні «Кестелі орамал». Сахнада Аида Каптиева, бимен көркемдейтін Назерке халық би ансамблі. Oh
Алдарыңызда Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Ақсұлу Жұмалиева, Сырнайда Александр Юрченко, Евгений Куртюков. Никита Богословский «Темная ночь», орындайтын Ардақ Айғалиева, гитарада ерен еңбек үшін медалінің иегері Жаскелен Ғайсағалиев, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Валерий Полубабкин, аккордеонда Галина Калашникова. Все
встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты ждешь, и в детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И в детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Соғыс жылдарынан кейін елімізде бейбіт күн орнап, таңның тыныш атып, күннің тыныш батуын әнге қоспаған жазушыларымыз кем-де-кем. Азат елде өмір сүріп жатырған халықтың рухын асқақтату мақсатында туған әндердің бірі «Ақ көгершін» шығармасы болатын. Сонымен қатар биылғы жылда Қасым-Жомарт Тоқаев балалар жылы деп жариялаған болатын. Ендеше бүгін осындай бүлдіршіндеріміздің сүйікті әніне айналған Ахмет Жұбановтың «Ақ көгершін» әнін қабыл алыңыздар. Орындайтын Самға вокалдық тобы, жетекшісі Айым Шекеева, бимен көркемдейтін Қарлығаш Қадырбекова өнер орталығы.
Роз апамыздың өмірінің өлшеусіз бөлігіне айналды. 50 жылдан аса махаббатын да өз бойындағы нәрінде, бәрінде әнімен жеткізді. Елімізге кең танымал әндердің бірі, талай көрерменнің асқақ арманына арқау болған Ескендір Хасанғалиев ағамыздың «Асыл арман» әнінің алғашқы орындаушысы да Роза апамыз еді. Ескендір Хасанғалиевтің әні «Асыл арман». Орындайтындар Гүлназ Ғиниятова, Аида Кәбдиева, Айым Шекеева, сүйемелдейтін ән қанатта вокалды аспаптар ансамблі. Қарсы алыңыздар.
Шикеева, Беймен өлкетейдің Стебат Бейтоба, жетекшісі Сұлтан Даутов. Жұмақаевтың әні «Аңсарым». Алдарыңызда Дария Бақытова, Беймен өлкетейдің Назерке халық би ансамблі.
Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақсұңқар». Орындайтын Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Ақмарал Ахметова. Бимен көркемдейтін Стебап би тобы.
Жаңылсын Хасанова, Бейнеу көркемдейтін Назерке халық би ансамблі. Отанын сүйді, елін сүйді, халқын сүйді. Роза апамыздың сондай сүйіспеншілікпен орындаған Ескендір Хасанәлиевтің «Халқым туралы» атты әні өзінің сүйікті халқына, тыңдармандарына арналғандай.
мен қазір арманым жоқ десем болады. Ел болып, егеменді болып еңсемізге көтерілгенде тек елімнің халқының тыныштығын тілеймін. Қазақстанның халық әртісі, халық қаһарманы Роза Тәжібайқызы Бағланованың 100 жылдық мерейтойына арналған ән патишасы атты кешіміз өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.